Тролло платформасында біз дальнобойщиктердің проблемасын жайлап шешіп жатырмыз, бірақ газелистердің проблемасын қалай шешетінімізді түсінбей жатырмыз, енді ашығын айтқан кезде. Өйткені біз жаңағыдай клиенттер тартып, жүкте олардың постоянно жүгін бізге салып отыру үшін, және олардың жүгін жаңағыдай нормально жеткізіп береміз, бізде водительдер тексерілген, немесе газелистерге аз пайыз берем деген күннің өзінде газелистер тіркеліп жатыр, Аллаға шүкір, бірақ та жүк салатын адамдар аз болып жатыр. Неге? Өйткені жаңағыдай енді барлығы индрайвермен жұмыс істеп үйреніп қалған, бір ғана то есть жол бар клиенттер тартудың, ол бізде көп газель болу керек, яғни жүкті салды бірден газельдер алып кету керек деген сияқты нәрсе бар да. Ол үшін біз қазір газелистердің ол проблемасын жайлап шешіп береміз, то есть бізде бірінші газелистер көп болу керек, сол кезде клиенттер келеді. Ендігі одан бөлек біз тағы қандай проблемамен шешіп бере аламыз газелистердің осы логистика нарығында, чтобы бізге көбірек осы газелистер тіркелу үшін біз осы рынокты қалай жақсарта аламыз. Енді болашақта біз жаңағыдай белгілі бір бағаны көтеруді көздеп отырмыз, бірақ қазір емес. Бізде қазір осы жүкті постоянно тасымалдайтындар болу керек. Содан кейін барып жаңа клиентке біз өте бастаған кезде клиенттер бізге көбірек, содан кейін біз бағаны жайлап көтереміз. Именно клиенттерге и газелистердің де естественно бағасы уже көтеріледі ғой автоматически. Біздің пайызымызда емес, газелистердің бағасын көтереміз. Осылай біз шешсек деп ойлап отырмыз, бірақ ол үшін қазір бізге көбірек газелистер тіркелу керек. Енді сол үшін газель айдап жүрген жігіттерден бір ақыл кеңес сұрарым, қандай жаңағыдай кеңес берер едіңіздер, комментарийға жазып кетсеңдер, қазір осындай жетпей жатыр, осындай болмай жатыр деген сияқты. Бұл нәрсені жаңағыдай бір сынмен емес, түсіністікпен қарап, барлық жаңағыдай білгендеріңізді сіздерге қазір нақты не керек соны айтсаңыздар, біз сол нәрсені жасауға тырысайық.